Құрметті телекөрермендер, қазақта жақсылықты бөлсең көбейет деген жақсы бір тәмсіл бар. Осы ретте Бақытжамал апайға Қарекет қорының атынан тамаша тарту жасайық деп отырмыз, бірақ ол кісі өзі әлі білмейді. Ол қандай сыйлық, қандай құнды зат, оны менің жанымда тұрған осы Павлодар облысындағы Қарекет қорының мүшесі Ақлима ханым, өзіңіз айтып өтсеңіз, қандай зат ол? Ол Қарекет қайырымдылық қорының атынан біз баспана сыйламақшымыз. Ол кісі әлі білмейді. Сіз айтқандай тосын сый жасағымыз келіп тұр, кішкене туысқандарымен қосылып. Қазір сол кісіге барып документтерін, үйдің және кілтін тапсырамын. Ендеше құрметті телекөрермендер, осы бір қуанышты сәттің куәсі болайық. Кеттік. Ал Бақытжамал апай, сіз қалай ойлайсыз? Сізді қандай тосын сый күтіп тұр? Болмайды деп біраз сізді уайымдаттық, кішкене алдадық. Енді ренжімессіз. Ал сіздің үйдің документі. Көптен. Құттықтаймын. Жыламан. Көптен күттім осы. Тосын сый бұнымен әлі бітпейді қазір. Ал жүріңіз, сізді тағылам жақта тосын сый күтіп тұр. Қазір. Ал, бісміллә деп аттаңыз. Тосын сый. Медианың арқасында үй алдық, Жанысы. Қарекет қорына рахмет, Жанысы. Алла разы болсын. Ақлима ханымға рахмет, Павлодар облысына. Сіздерге де рахмет. Жарайды, болды. Мамаға барасың, мамаға бар. Сен сағынып тұрмыз. Ал, Бақытжамал ханым, қандай әсер алып тұрсыз? Бір ауыз сөзбен бөліссеңіз. Мен өте қуаныштым. Ойлаған жоқпын осылай баспаналы боламын. Бәлен жыл пәтерлерде шарлап жүрдім. Қарекет қорының басшысы Гүлмира Мұхан қызына көптен көп рахметімді айтам. Осыны ұйымдастырған Қарекет қоры қазақ халқым, қазақ еліме бәріне рахметімді айтам, қол үшін созғандарына. Міне сіндім, Ақлимаға рахметімді айтам, қаншама жүгірді. Осы документті тапсырғаннан бері өз-өзімен нетпедім, қобалжып, бола ма, болмай ма деп. Көптен көп рахмет. Енді бағана сізді біраз уайымға салды Ақлима, иә? Болмай қалды, құжаттар реттелмей қалды деп. Сол кезде қандай сезімде болдыңыз, қандай әсерде болдыңыз? Қиналдым, рас. Қатты қиналдым, болмай қала ма деп. Енді өзіңіз туралы айтып өтіңіз, жалпы отбасыңыз, балаларыңыз, бұған дейін қайда тұрдыңыздар? Мен отбасы міне үш балам бар. Үлкен ұлым үйленген, өзі бөлек тұрады. Содан бері міне 2 баламен пәтер жалдап жүрдім. Осы күнге дейін 24 жыл болды. Бір кезекте тұрып па едіңіз? Кезекте тұрдым. Талай рет акиматтың табалдырығын тоздырдым, бардым, бермеді ешқайсы. Қазіргі көңіл күйіңіз енді толқып тұрсыз. Қуанышты. Рахмет сізге. Енді қуанышыңыз көбейсін. Қазақ айтады ғой, қуанышты бөліссең еселеп ет деп. Осы бір қуанышқа бізде ортақтасып келіп отырмыз. Үйіңіздің іші тек қана шаттыққа толсын дейміз. Енді мұңаймаңыз, жыламаңыз, сүрінбеңіз. Осы балапандарыңыздың қызық қуанышын көре беріңіз дегіміз келеді. Рахмет.